Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Балнұр. Бүгін жұмсақ әрі дәмді, керемет болып көтерілетін домалақ пішіндегі бауырсақтың бірге әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен қажетті ұнымызды електен өткізіп, оған қант, тұзымызды, ашытқы және сұйық май мен бөлме температурасындағы айранды қосып илейтін боламын. Мінекей осылайша барлығын қосып, әдемі қамыр шығарамыз. Видеоларым ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Келесі шыққан видеомды бірінші болып көре алатын боласыздар. Мінекей осылайша барлығын жылы судың көмегімен басын біріктіріп, араластырып алатын боламын. Мінекей қамырымыз дайын болып қалды. Осылайша жарты сағатқа немесе 60 минутқа қойып, қамыр көтерілгенше бетін жауып жылы жерге қоятын боламыз. Мінекей арада 40 минут уақыт өтті. Қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Осылайша алып, бірдей етіп 4 бөлікке бөліп алатын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, әдемі формада шығатын болады. Ұнайды деген ойдамын. Мінекей бірдей қылып 4 күлше жасап алдым. Барлығын бетін жауып, шетінен күлшемізді алып жаятын боламыз. Арнайы форманы алып, қазір домалақ пішінде бауырсақтың үлгісін шығарып алатын боламын. Сіздерде үйде қандай форма бар, соған ыңғайлап бауырсақтың пішінін жасап алсаңыздар болады. Мінекей барлық күлшелерімізді дәл осылайша жайып, бауырсақты әдемілеп дайындап аламыз. Мінекей барлығы дайын болып қалды. Соңғы күлшемізге дейін дайын болған бауырсақтардың бетін жауып, кеуіп кетпес үшін қойып қоямыз. Мінекей соңғы күлшемізді де болып қалдық. Оған дейін майымызды қыздырып, дайын болған бауырсақтарды салып пісіріп алатын боламыз. Мінекей майымыз әдемі болып қызды. Барлығын осылайша көтерілгенше, бір жағы қызарғанша салып пісіріп алатын боламыз. Әдемі болып көтерілді. Қалғандарын дәл осылайша пісіріп араластырып тұрамыз. Қонақ күткенге, балаларға әзірлегенге өте әдемі болып шықты. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер.